Құрметті әріптестер, бүгін біз сіздермен екінші нұсқа талдау жасаймыз. Қараңыздар, бірінші сұрағымыз бізде былай. Суретте магнит өрісіндегі бөлшектердің ізі көрсетілген, әр бөлшек ізінің цифрмен көрсетілуі және бөлшектердің ізін тіркейтін құрал дейді. Жалпы бізде 1, 2, 3 берілген. Мынаны жақындатсақ, или осы тұра берсін, көрініп тұр. Енді бізге осы жерде қараңыздар, альфа 1 дегеніміз альфа бөлшек болады, ауытқу шамасы альфа, 2 деген гамма болады, 3 деген бетта болады. Өйткені ауытқу шамасына байланысты. Бұл қандай құрал дейтін болсақ, бұл жерде Вилсон камерасы деген болады. Бұны біз 9 сыныпта өткенбіз. 1 альфа, 2 гамма, 3 бетта болады. Бұл нұсқасы. Екінші сұрақ, қисық радиусы 40 метр дөңес көпір арқылы 2 тонна болатын автобус 36 км сағат жылдамдықпен қозғалады. Көпірдің жоғары нүктесіндегі автобустың көпірге түсіретін қысым күші. Енді салмақ қой бұл жерде. Салмақ, яғни асқын салмақ деген сөз. Тең mg минус a. Бірақ a дегеніміз бізде v квадрат бөлінген r центр тартқыш. Өйткені мынау көпір болса, көпірдің төмен қарай бағыттайтын, осы жердегі денені төмен қарай бағыттайтын шамасын айтамыз. Сол кезде m жақша ішінде g минус v квадрат бөлінген r болады. Орындарына қоятын болсақ, масса бізде 2000. G10 азайтамыз, v квадрат дегеніміз 10-ның мына жерде километр сағатты метр секундқа айналдыруымыз керек. 10 метр бөлінген секунд 3/6-ға бөлсек келіп шығады. Демек 100 бөлеміз, радиус бізде 40 метр. 40-қа бөлеміз. Сол кезде 0-мен қысқарады, ары қарай 2,5, оннан 2,5-ды азайтамыз, и 2000-ға көбейтетін болсақ, 15.000 келіп шығады. Ол 15 килоньютон болады деген сөз. Калькулятор салып та біз мына жерде. Иә, 15. Келесі, скаляр шаманы тап дейді. Скаляр шама деген тек қана сандық мәнімен анықталатын шаманы айтамыз. Ол жерде бағыт болмайды. Демек, жүрілген жол бұл бізде скаляр шама болып табылады. Ал векторлық шама қалғандары оның бағыты да бұрышы да болады деп айтамыз. Келесі, қабырғасы 10 сантиметрге тең болатын шаршының 4 төбесіндегі және де центрде модульдері бірдей зарядтардың мәні 20 нанокулонға тең бөлшектер орналастырылған. Бөлшек зарядтарының төбесі суретте көрсетілгендей центрдегі зарядқа әсер ететін қорыту күштің мәнін тапты. Яғни мына жердегі әсер ететін күшті табуымыз керек. Мына бетте плюс, мына бетте минус, мына бетте плюс. Мына бетте плюс, мына бетте минус. Дәл центрге қарай бағыттаған кезде, қараңыздар, мына бетте бізде қорытқы деген сұрап тұр, күшті сұрап тұр. Бұл жерде қорытқы күшіміз 0 болып кетеді. Неге? Өйткені мына плюс пен минус жоғалтады, плюс пен минус жоғалтады, нәтижесінде мына центрдегі күшіміз F тең 0 деп қоямыз. Яғни бұл жерде ешқандай мәнге ие болмайды. Бағыт таңбалары әртүрлі болғандықтан бір-бірін жойып жібереді. Сол үшін бұл жерде В нұсқасы болады. Жалғастырамыз. Енді бізде келесі сұрақ. Тербелме қозғалыс жасайтын денеге қозғалыстың координаты тәуелділік теңдеуі берілген. Мынау теңдеу берілген. Бізге осы жерден табу керек. Максимал үдеуінің мәнін тап дейді, модульінің. Яғни үдеудің формасы бізде омега квадрат көбейту xm деген формамыз бар. Осы форманы қолданамыз. Нәтижесінде бізде xm дегеніміз 0,5-ке тең, ал омега бізде пи бөлінген 2. Демек, пи квадрат бөлінген 4 көбейтеміз 0,5. Сол кезде пидің квадрат 9-да 8 бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 1 бөлінген 2. Бұл деген сөз, мына бетте калькуляция алсақ, 9-да 8-ден 10 деп жуықта болуға болады. Сол 5-де 10-ды бөлеміз 4-ке, немесе 8-ге бөлеміз 1-ден, өйткені 2 көбейтіліп кетеді ғой. Получается 1-де 25 метр бөлінген секунд квадрат. Яғни ол нұсқасына сәйкес келеді. Келесі, жабық ыдыста 300 кельвин температурадағы 8 мол аргон бар. Егер газға 1800 джоуль мөлшері берілсе, ыдыстағы газ қысымының өзгерісін табыңыз дейді. Газ қысымының өзгерісі деген сөз, бұл жерде қараңыздар, бізде бір нәрсені ескеруіміз керек. Ыдыстағы газ қысымының өзгерісін сұрап тұр. Бұл былай, дельта П деп қоямыз. Табу керек. Дельта П-ның П-ға қатынасы болып тұр сонда. Екі жағдаятта. Енді аргон газы жабық ыдыста 300 кельвин температурадағы 8 мол аргон газы бар. Жылу мөлшері берілген.
Демек, дәл осы жерде біз былай істеп аламыз бірінші. Q тең дельта U тең болады сонда аргон бізде бір атомды болған үшін 3 бөлінген 2 нью РТ. Осы жерден тана табатын болсақ, дельта ғой енді. Осы жерден дельтаның өзгерісін табатын болсақ, жылу мөлшерін бөлеміз 3 бөлінген 2 нью Р'ге. Ал жылу мөлшері бізде 1800-ге тең. Бөлеміз астында 3 бөлінген 2. Зат мөлшері 8, R 8-де 31. R дегеніміз универсал газ тұрақтысы, мынау R. Енді барлығын қойды саламыз. Мына 2-ні жоғары шығарып жүрсек болады, жоғарыға шығып кетеді. Сол кезде көбейту, мына жерге 2 деймін, мына өшіре саламын. 1800 көбейтемін 2-ге. Так, оны бөлемін астында 3-ге. Так, оны бөлемін астында 8-ге. Оны бөлем 8-де 31-ге. Сол кезде менде 18-де 0,5 деген шама кеп шығады екен. 18-де 0,5. 18-де басам болады. 18 кельвин. Енді бізде формуланы ашамыз. Температура сағаттың өзгерісі. Ал бастапқы мәні 300-ге тең етті. Сол үшін PV тең нью РТ. PV тең нью РТ. Қатынастарын алатын болсақ, көлемдер қысқарады, нью Р'лар қысқарады. Нәтижесінде дельта П бөлінген дельта П-ның өзі, дельта Т бөлінген Т-ның өзі деп алсам болады. Өйткені қатынастар мәнін аламын ба, өзгерісін. Сол кезде мына 18 болса, мынаны 300 деп аламын. Так, бөлем 300-ге болсын. Оны көбейтем 100-ге. Сонда 6. Бұл бізде 6% болады екен. Ол бізде 6%-ға арта ма, кемейе ма деген сұрақ туындайды. Яғни бізде 1800 джоуль мөлшері берілсе, ыдыстағы газдың қысымының өзгерісі ол жылу берілген сайын қысым артады деген сөз. Ішкі энергия получается бізде ол В нұсқасына сәйкес келеді. Так, келесі бізде тербелмелі идеал тербелмелі кондырдың индуктивтілігі берілген, сыйымдылығы берілген және максималды ауытқу шамасы кернеу берілген. Бізге айтады, ток күшінің максимал мәнін тап дейді. Бұл жерде біз екі энергияны теңестіреміз. Бірінші электр өрісінің энергиясын магнит өрісінің энергиясына теңестіреміз. Ол L SU квадрат бөлу 2 тең L I квадрат бөлу 2. 2 мен 2 қысқарып кетсе, осы жерден ток күшін табатын болсақ, сонда SU квадрат бөлінген L-ға тең болады, түбір астында. S-іміз бізде 4 көбейту 10-ның мына жерде қараңыз мынаны. 4 көбейту 10-ның, мына микро деген -6, 2 түр қосады, -8. -8 көбейтемін, кернеу бізде 400 болса, 400-ді мен 4-тен квадраты 16, көбейту 10-ның 4 дәрежесі алсам болады. Астында L дегеніміз, мына жерде қараңыздар, мынаны мен 16 көбейту 10-ның -4 дәрежесі алсам болады. Бірден нақсымдарға келтіріп жатырмын. -4 дәрежесі. Сол кезде түбір астына аламын. 16 қысқарады. -8 мен -4 қысқарып, мына -4 қалады, -4 пен 4 кетеді. Сонда 4-тен түбір асты 2 ампер қалады. Чисто 2 болады екен. Бұл жерде енді магнит өрісі мен электр өрісінің энергиясын теңестірді. Келесі дененің салмағы оның әсер ететін ауырлық күшінің 80%-ын құрайтындай болу үшін денеге берілген үдеудің шамасын тап дейді. Енді бұл жерде салмақ, яғни салмақтың екі түрі бар деп қарастырамыз. Ол бізде асқын салмақ және салмақсыздық болып бөлінеді. Осы жерде енді салмақсыздық, чтобы P тең M G минус A бағана бізде бірінші есепте болды. Мынау 80%-ын құрайды. Ол 0,8 P тең M G минус MA деп жақшаны ашып жіберемін. Сол кезде 0,8 P дегеніміз MG-ға тең болса, тең MG минус MA деп кетсем болады. Массалар не істейді? Қысқарады. Сол кезде мынау 0,8 10-ға көбейтсем 8 болады. Мына бетте 10 минус үдеу. Енді дәл осы жерден үдеуді табатын болсам, демек 10-нан азайтам 8-ді. Получается үдеу 2 метр бөлінген секунд квадрат үдеумен әсер етеді деген сөз. Яғни біз осы жерде асқын салмақ және салмақсыздық деген форманы білуіміз керек. Салмақтың екі түрі бар. Біз қазір дәл осы жерде салмақсыздық жағдаятын қарастырдық. Так, келесі резеңке баудың ұзындығы 2 есе кемітіп, қимасының ауданы 2 есе арттырса, ол кезде қатаңдық коэффициенті. Демек, қатаңдық коэффициент дегеніміз бізде бірінші механикалық кернеудің формуласы F бөлінген S деп жазып аламыз.
осы жерден f-ті біз kx бөлінген s деп аламыз. И осы жерден k-ны табатын болсақ, механикалық кернеуді көбейтеміз ауданға, бөлеміз x-ке, иә. Сол кезде айтады бізге, оның ұзындығы 2 есе кемітіп дейді да. Мына ұзындықты 2 есе кемітеміз. S, мынау x бөлінген 2, ал аудан 2 есе арттырғанда көбейтеміз аудан 2-ге. Сол кезде S көбейту 2 бөлінген x болады. Мына екеуін көбейтіңіз 4-ті берсе, демек, мынау бізге неге тең? К-ға тең. 4К. Не істеді? 4 есе артты деген жағдаят болады. Яғни бұл бізде D-ға сәйкес келеді. Так, жалғастырамыз. Келесі бізде күн сәулесі спектрлік құрамы бойынша максимал толқын ұзындығы берілген. Сәйкесінше келетін абсолютті қара дененің сәуле шығару қабілетіне жақын. Осындай сәуле шығару арқылы күннің 1 сағатта жоғалтатын массасын тап дейді. Енді қараңыздар, бұл бізде атомдық физика. Атомдық физикада біз жалпы бір нәрсені ескеріп кетейік. Яғни осы жерде 1 сағатта жоғалтатын массаны сұрап тұрды. Яғни біз қуаттың формасын жазамыз. Бірінші қуаттың формасы, негізгі формасын жазып кетейік. Ол әрине жұмыс бөлінген уақыт деген формасы бар еді. Білесіздер, осы жерден осыны ашамыз. И ары қарай оны тағы да түрлендіреміз деген сөз ғой. Себебі бір формамен шықпайды да. Өйткені бұл жерде бізде не берілген? Күннің радиусы берілген. Оның мына жағдайда B дегеніміз не, S дегеніміз білеміз ғой. B бұл бізде вин, жарықтың жарқырау деңгейін қарастырамыз бұл жерде. Жарықтың жарқырау деңгейін қарастырамыз. И получается біз бұл форманы тағы да ашып түрлендіреміз деген сөз. Біз білетін қуаттың формасы осы ғой, бірақ күннің жарқырау деңгейінің қуаты дейтін болса, ол G көбейту S деген формуламыз бар. Бұл жерде мына G дегеніміз не дейтін болсақ, G бізде осы форманың Стефан Больцман формасына байланыстырамыз. Стефан Больцман теңдеуі бойынша G тең болады сигма көбейту температураның 4 дәрежесіне тең. Ал S деген бұл бізде енді аудан, оны біз 4πr квадрат деп аламыз. Енді қараңыздар, бізде осы жерде мына екі форманы келтіріп алдық. Демек, қуат тең сигма температураның 4 дәрежесі көбейтеміз 4πr квадрат. Форма келіп шықты. Бірақ бізде мына температура әлі берілмеген. Температураны табу үшін не істейміз? Әрине, лямбда тең B бөлінген температура деген Вин теңдеуінің формасы бар. Яғни жарықтың жарқырау деңгейі қарастырған кезде. Осы жерден температураны табатын болсақ, сол кезде B бөлінген лямбда тең болады. Получается, формула бізде не қалай болады сонда? Ең соңында форма тең. Так, температураның орнына мен B бөлінген лямбда деп жазам. Көбейтем 4π көбейту r квадрат. Мынау бізде жарқырау қуаты шамасы да. Ал енді бізде қуат шамасын біліп алдық, бірақ бізге массаны табу керек. Яғни оның 1 сағатта жоғалтатын массасын табу керек. Яғни сәуленің 1 сағаттағы жоғалтатын массасын табу үшін, енді қараңыздар, бағанағы біз жағдаятымызды ашамыз. Ол қандай? Қуаттың бірінші формасын не үшін жаздық мына жерде? Осыны ашамыз да. Демек, қуат осыған тең болса, демек біз мына А дегенді ms квадрат деп аламыз. Осы жерден біз массаны табуымыз керек. Сол кезде қараңыздар, массаны табатын болсақ, мына жерде массаны табатын болсақ, не істейміз? Қуатқа көбейтеміз уақытты, бөлеміз s квадратқа. Енді осыны алып барып, не істейміз? Мына жерде қуаттың орнына мына форманы жазамыз. Получается, бізде масса тең болады. Қуаттың орнына қойған кезде сигма көбейтеміз b бөлінген лямбда көбейту 4πr квадрат көбейтеміз уақыт, және ең астына ол s квадрат. Мына форма бізде финиш форма болды, қараңыздар. Бұл қалай шықты? Біз бірінші жағдаятта қуатты қарастырдық, одан кейін вин теңдеуін қарастырдық, и ары қарай оны қуаттың жарқырау деңгейін ашқан кезде, мынау бізде финиш форма. Яғни бұны жақтап болу керек, бұл толығымен түрленген жағдаяттағысы. Енді сәл астына бүйтіп түсірейік, есептей жүре салайық. Сол кезде массаны тапқан кезде бізде беріліп қойған барлығы сигмамыз 5-те 67 көбейту оның -8 дәрежесі. B дегеніміз бізде 2-де тұрақты 89 вин тұрақтысы оның -3-і. Және 4 көбейту π
пи дегенimiz 3'te 14, r дегенimiz bize berilip koygan mına bette mine r radius. Onu biz 1, 2, 3, 4, 5, 3 derece demek 7 köpeyt 10'ның 8 derecesi и bunun kvadratı еще. Kvadratı и vakit bizde 1 saat degenimiz 3600. Mına jerde bir narsa eskirmey ketdik. Mınaның nesi var bizde? Temperaturanın mına jerde 4 derecesi var. Temperaturanın 4 derecesi degenimiz mına mı? Demek mına jerde 4 derece eskirip ketemiz. Men bir жазып koyayım. Mına bi'nin 4 derecesi. Bu endi sal күрделі есептердің бары. И onu астына bölemiz 4 etip köpeytemiz деген сөз ғой. Лампаданың bizde 48 köpeyt 10'ның ne? Lambadamız minus 6 mikro, 2 tur olsa minus 8. Осының 4 derecesi болады. Көбейтем жарық жылдамдығы 3 көбейт 10'ның 8 derecesi. Енді барлығын калькуляторға саламыз. Мен бірден жазып бере салайын, бұны есептеп бір қолдап қойғанбыз. Сол кезде А нұсқасы келіп шығады екен. Енді барынша мына жерде осы бұл тақырыпқа біз бір тоқталып жасаймыз сіздермен. Бұл тақырыпқа біраз арнайы түсіндірме видео саламыз. Чтобы бұл қалай түрленді қалай істеп деген кезде түсінікті болу үшін сіздерге. Мына формула салсақ келіп шығады. Так, келіп ары қарай. Келесі бізде пойыз 2 елді мекен арасының барлық жолдың 4-тен 1 бөлігінің 72 мен қалған бөлігінің 30 мен жүрген кезде пойыздың барлық жолдағы орташа жылдамдығы және осыған сәйкес жылдамдығын есептейтін форма. Енді бізде жолдың бөліктері болса В орташа тең S көбейту V1 көбейту V2 бөлінген мына бетте A көбейту V2 қосу B көбейту V1 деген формуламыз бар еді. Мына шаблон формула. Бұны біз төменде формула кітапшаны алсаңыздар, соның ішінде бар. Бұл түрленіп қойғанбыз. Енді осының орнына қоя саламыз. S дегеніміз бізде S барлық бөлік неше 4 бөліктен тұрады. Демек 4 көбейту V1 көбейту V2 бөлінген A дегеніміз қараңыздар, жалпы 4 бөлік болса, A дегеніміз 1-ге тең. B дегеніміз сонда 3-ге тең болады деген сөз ғой. Сонда A дегеніміз 1-ге тең болса, V2-міз бізде V2 қосу 3 V1 деген сөз. Міне, мына формула бізде келіп шықты. Орындарына қоя саламыз. Сол кезде 4 көбейту 78 км сағатты метр секундқа айналдырсақ, ол 20-ға тең болады. Жылдамдығы 2 30. Так, V2-міз бізде 30, қосамыз 20 көбейту 3. Барлық орындарын қоямыз. Сол кезде жылдамдығымыз бізде 26-да 7 метр бөлінген секунд формуласы міне келіп шықты тұр. Ол бізде так В нұсқасына сәйкес келеді екен. Мына форманы жазып қойыңыздар, бұл шаблон формада негізі жолдың бөліктері үшін. Дәл осының уақыт бөліктері дегенде бар бізде. Бұны неге тастап өтеміз. Енді келесі бізде горизонттың оңтүстік S нүктесінен жарық вертикал дөңгелекке дейін доғаның ұзындығы болып табылатын жұлдызға дейінгі қашықтық сипаттайтын өлшемнің атауы дейді. Бұл енді жадта болу керек. Астрономияда көп келетін не? Жарықтың азимуты дегенде бүйтіп жаттап аламыз. Бұл астрономияда көп келетін сұрақтардың бірі. Келесі бізде барометр жер бетінен дегі қысымы 760 мм сынап бағанасы екендігін көрсетсе, егер 12 метр тереңдік сайын 1 мм сынап бағанасына өзгеріп отырса, тереңдігі 360 метр метро станциясындағы қысым тапты. Енді қараңыздар, біз айтқанбыз, қысым төмен түскен сайын қысым артады, жоғары көтерілген сайын қысым азаяды деп айтқанбыз. Яғни бұл жердегі процесс бойынша біз бірінші ол неше метрге дейін түссе, 360 метрге дейін түскендігін анықтаймыз ғой. 360 метрге дейін түсетін болса, осы жерде 360-ты бөлеміз 12-ге. Сол кезде 360-ты 12-ге бөлетін болсақ, так, 360 бөлеміз 12, получается бізде 30. Бұл 30. Демек, 30 миллиметр сынап бағанасына артты деген сөз ғой, бастапқа қарағанда. 30 миллиметр сынап бағанасына артты. Яғни біз не істейміз? Бастапқысы бізде ол 760 миллиметр сынап бағанасы еді. Демек, біз осы жерде жалпы қысым табатын болсақ, 760 қосу 30 дейміз. Сонда біздегі неміз кеп шығады? 790 миллиметр сынап бағанасы кеп шығады. Миллиметр сынбақ. Енді оны біз несені паскалға айналдырамыз. 1 миллиметр сынап бағанасы 133-те 3-ке тең. Демек, 790-ды көбейтеміз 133-те 3
паскальға көбейтетін болсақ, сонда 105-те 307. 105-те 307 паскаль келіп шығады екен. Оны біз 105 килопаскаль деп жазсақ болады. Яғни С нұсқасына сәйкес келеді екен. Так, кеттік ары қарай. Келесі 1-2 металл шарлардың зарядтары 4, -4 және 8 зарядтар. Бір-біріне тигізіп қайта орын алып келеміз. Ол үшін не істейміз? Q тең Q1 қосу Q2 бөлінген 2. Неге? Түйістіріп қайта орын алып келді деген сөз, екеуін қосамыз, қайттан 2-ге бөлеміз. Өйткені өздеріне тең 2-ге бөліп береміз керек па? Демек, -4 плюс 8 бөлінген 2. Минус плюс минусты береді, үлкен таңбасы қойылады. Демек, 4 бөлінген 2 бұл 2 кулон және 2 кулоннан келіп қалды. Не? Ал одан кейін, осыдан кейін 4 кулон заряд бар. Дәл сондай шармен металл тигізіп қайта орын алып келеміз. Ол не деген сөз? Q тең 2 қосу 4 бөлінген 2. Сол кезде 6 бөлінген 2 бұл 3 кулон және 3 кулон болып қалды. Яғни мынау өшіп кетеді, себебі біреуін сөйтіп қостық. Получается, мынау 2 кулон, 3 кулон, 3 кулон. Біріншісі 2 кулон, 2 мен 3 кулоннан болады. Бұл бізде D нұсқасына сәйкес келеді екен. Бұл жерден зарядтағы сақталу заңы ғой негізгі. Сол бойынша түрлендіре саламыз. Енді келесі, бізде мына жерде линзаға байланысты келетін бір есеп, 15-ші есеп. Мынандай мәселе, біз жалпы видеоларды екі видео қылып жатырмыз, өйткені бір видео болса көп ұзарып кетеді екен. Сол үшін бұл сабақты да біз екі видеоға салып сіздерге жіберетін боламыз. Түсініксіз жері болса міндетті түрде айтыңыздар, 15-ші есепке талдау жасаймыз. Линзаның көмегімен жазық заттың екі еселенген Г тең 2-ге тең кескін алынады. Егер затты линзаға дейін 15 сантиметрге жылжытсақ, демек бұл жерде D2 тең D1 минус 1/5 деген сөз, міне. Жазып қояйық. Жылжытсақ, онда кескін 3 есе үлкейтілген болады. Яғни, G2-міз сонда 3 есе болған, мынау G1-ге тең. Үлкейтілу ғой, G мен берілген үлкейтілді. Линзаның фокус аралығын табыңыз дейді. F бізде қалай болады деп. Бірінші істейміз, бірінші жағдайды қарастырамыз. G1 тең кішкентай f бөлінген D. Демек, осы жерден біз не істейміз? Кішкентай f табатын болсақ, G1-ді көбейтеміз D-ға. G1 дегеніміз 2 көбейту D деген сөз. Бұл кішкентай f-қа тең. Енді фокус аралықтың формуласы қандай дейтін болсақ, үлкен f-тің формуласы, ол бізде D көбейту кішкентай f бөлеміз D қосу кішкентай f. Орындарына қоямыз. D көбейту 2D бөлеміз D қосу 2D. Сол кезде мынау бізде 2D квадрат астында 3D. D мен D квадрат кететін болса 2D бөлінген 3. Мынау фокус аралықтың мәні. Бұл бірінші жағдаятта. Енді дәл осының екінші жағдайын қарастырамыз. Ол бізде тура осылай. Демек, осы жерден біз не істейміз? Тағы да кішкентай f табамыз. Сол кезде G2 көбейту D-ға тең болады. Ол деген сөз 3 көбейту D деген сөз. Осы жерден фокус аралықты анықтайтын болсақ, D көбейту кішкентай f бөлінген D қосу кішкентай f. Орындарына қоятын болсақ, D көбейту 3D бөлеміз D қосу 3D. Сол кезде 3D квадрат бөлінген 4D. D мен қысқарса квадрат, сонда 3D бөлінген 4 қалады. Мынау менде D2, ал мынау D1 бастапқысы. Арақашықтар ғой. Демек, фокус аралықтар бірдей болып тұр ғой екі жағдаятта. Сол үшін біз не істейміз? F1 тең F2 деп аламыз. Орындарына қоямыз. Сол кезде F1 менде 2D1 бөлінген 3-ке тең болса, екіншісі 3D2. D2-ның мәні мына жерге бүйтіп жазып қойдым мен. D2-ның мәні D1 минус 1/5 бөлеміз 4-ке. Енді осы жерден D1 табамыз ғой. D1 тапқан кезде пропорция жазамыз. Осы жерден D1-ді анықтайтын болсақ, 13-5 сантиметр болады екен. Мен енді бірден жазып кетейін. Осы жерге 13-5 сантиметр. D1 тауып алдық,
Енді бізге функция аралықтау керек. Жаңа айттық, функция аралықтар қалай болады дедік? Бірдей болады. Мына жерде түсін сәл өзгертейін, иә, сіздерге түсініктірек болу үшін. Түсін сәл өзгертейін. Қара түспен жазайық енді. Қараңыздар, қара түспен жазайық. Енді дәл осы жерде мен мына бір форманы қолданамын, міне. Қай f-ті алсам да разница жоқ, осы жерден қолданамын. F тең 2 көбейту 13-те 5 бөлемін астында 3-ке. 13-те 5 көбейту 13-те 5 көбейту 2 тең бөлем 3-ке. Сол кезде 9 кеп шығады екен. 9 сантиметр. Яғни С болады деген сөз. Мынаны да түртіп аламыз. Оптика чиста. Келесі, тұтас металл шарлар суретте көрсетілгендей мензурканың ішіне салынған. Мензурка ішіндегі сұйық пен шар жасалған металл тығыздықтар, яғни екі тығыздық табуымыз керек. Бірінші сұйықты табуымыз керек. Мынаның сәл несін азайтайықшы. Бірінші сұйықтың тығыздығын табу үшін қараймыз. Мына жердегі масса 260 грамм, мына жерде 300 грамм. Демек, осы жерде тығыздық су тең М су бөлінген В су. Масса неше? 260 қой мынада, иә? 260-тан 300-ден 260 азайтсақ, демек 40 бөлеміз астында, мынау қараңыздар, 40 сантиметр куб болып тұр, иә? Мынау грамм болып тұр. Демек 40 сантиметр куб. Қысқаратын болса, бұл 1 грамм бөлінген сантиметр куб болады. Оны айналдыратын болсақ, 1000 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Білесіздер. Ал енді келесі ро металлды қарастырамыз. Ол жерде М металл бөлінген В металл болады. Мына жерде 567 болып тұр енді, қараңыздар, 567. 567-тен азайтамыз, масса 300-ді. Сол кезде 267 грамм бөлеміз, астында көлем, қараңыз, 70-ке өзгерді. 40-тан 70-ке неше? Демек, 30 сантиметр куб болды. Сол кезде осыны бөлем 30-ға. Получается 8-де 9 грамм бөлінген сантиметр куб болса, бұл получается 8900 килограмм бөлінген метр куб болады. Екі жауап шықты. Ол бізде қайсысына сәйкес келеді? Әрине, С болады деген сөз. Келесі, ендігі 105 болатын елді мекеннің сағаттық белдеуі тап дейді. Енді сағаттық белдеуін табу үшін N тең лямбда бөлінген, мынау бізде бұрыш болғандықтан, градус болғаннан кейін, оны біз 15-ке бөліп қарастырамыз. Сол кезде 105 бөлінген 15. Получается, 105 бөлеміз 15-ке, ол 7 келіп шығады. 7. Яғни А белдеулік, 7 белдеулікте жатады деген сөз. Келесі, суретте екі дене өзара әсерлесу көрсетілген, соққы түрі және осы әсерлесу үшін импульстың сақталу заңы скаляр түрде жазылу дейді. Суретке қарайтын болсақ, екі дене қарама-қарсы келіп жатыр, сөйтіп бірге жалғастырады. Бұл бізде абсолютті серпімсіз болады. Бірінші, абсолютті серпімсіз қарама-қарсы болған үшін, бұл жерде мына таңба өзгереді, таңба қарама-қарсы болған кезде азайтылады. Нәтижесінде абсолют серпімсіз және формула Д нұсқасы бұл бекітіледі. Келесі, төмендегі көрсетілгендерден скаляр физикалық шама. Скаляр дегеніміз тек қана сандық мәнімен анықталатын физикалық шаманы айтамыз. Сандық мәнімен ғана. Жоқ. Көрсетілгендерден скаляр физикалық шама дейді. Төмендегі скаляр шама. Төменде көрсетілгендерден скаляр физикалық шама. Скаляр дегеніміз тек қана сан мәнімен анықталынады. Демек, қараңыздар, күш вектор, жылдамдық вектор, орналастыру вектор, тек қана уақыт бұл скаляр шама болып табылады. Кеттік ары қарай. Бір түзудің бойында екі нүктелі заряд орналасқан. Зарядтары 9, 4 нанокулон. Екі зарядтың ара қашықтығы 50 см.
жалпы кернеуліктің шамасы нөлге тең болатын нүктенің кіші зарядтан арақашықтығы дейді. Демек олай болып тұр ғой міне. Мына бетіміз біріншісі, мына бетіміз екіншісі. Демек мына аралық неше болу керек? Белгісіз. Общий 50. Оны біз бүйтіп алсақ бола ма? Бірінші кернеулікті Q1 бөлінген R1 квадрат. Екіні Q2 бөлінген R2 квадрат. Демек, теңестіретін болсақ, Q1 R1 квадрат тең Q2 бөлінген R2 квадрат. Қалар қысқарып кетсе, осы жерде мына нәрсені айтып кетейік. Бізде мына аралығымыз белгілі болып тұр ғой. Демек, біз R1-ді не деп алсақ болады? 50 азайту x деп алсақ болады. Ал R2-ні x деп алсақ болады. Нәтижесінде біз осы жерде формуланы түрлендіретін болсақ, Q1 дегеніміз 9 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі, бөлеміз 50 минус x-дің квадраты тең, мынау 4 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі бөлінген x квадрат. Сонда дәрежелер қысқарып кетсе, квадраттан құтылу үшін біз түбірге аламыз. Сол кезде 3 бөлінген 50 азайту x тең 2 бөлінген x. Мына келіп шықты. Алып кеп мына жерге жазайын мен. Сол кезде пропорция жасайтын болсақ, 3x тең 100 азайту 2x. Сонда мына 5x тең 100 болса, x тең сонда 20 сантиметр шықты. Демек, бұл 0,2 метр деген сөз. Получается, ол бізде С болады екен. Жалғастырамыз, ары қарай кеттік. Тік жоғары 15 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған массасы 5 кг дененің 40%-ға азайған кездегі ауырлық күшінің атқаратын жұмысын тапты. Енді жұмыс дегеніміз неге тең? Жұмыс бізде энергияның өзгерісіне тең. Демек, атқарылатын жұмыс табу үшін Е кинетикалық энергия азайту, Е кинетикалық энергия нолевой деп аламыз. Кинетикалық энергияны табатын болсақ, m(v) квадрат бөлінген 2. Масса бізде 5-ке тең. Жылдамдық соңғысы 40%-ға азайған болса, демек 15 көбейтеміз 0,6, иә? Өйткені азайып тұрған қалған бөлік жазамыз. Сол кезде калькуляторға бірден салып жүре салайық. Бұл жерде 5 көбейту 15 көбейту 0,6 тең бөлеміз 2-ке. Сонда не келіп шығады? 22-де 5. 22-де 5 джоуль. Екінші энергиямыз келіп талдайық. Екінші энергиямыз бізде. Мына жерде жылдамдықтың квадратын ұмытпын ғой мен. Жылдамдықтың квадратын ұмыту керек ме? Онда мынау бүйтіп жазамыз. Мынау жүріп тұрады ғой. Жылдамдықтың квадратын ұмытып кеттім ғой. Так, 15 көбейту 0,6 көбейтеміз 9-ның квадраты 81, оны көбейтеміз 5-ке, оны бөлеміз 2-ге. 202-де 5, 202-де 5 джоуль. Екіншісі m(v) нолевой квадрат бөлінген 2 болса, 5 көбейту 15-дің квадраты бөлінген 2. Сонда 15-дің квадраты бізде 225 па? Оны көбейтем 5-ке, оны бөлем 2-ке. Бұл 562-де 5. 562-де 5 джоуль. Енді біз мына 202-де 5-тен 562-де 5-ті азайтамыз. Сонда 360 минус кеп шығады екен. Атқарылатын жұмысымыз минус 360 джоуль. Яғни атқарылатын жұмыс энергияның өзгерісіне тең екенін ұмытпаймыз. Егер дененің массасы өзгермей қалып, бірақ оған әсер ететін ауырлық күшінің шамасы 44%-ға артып кеткенде дейді. Яғни F2 тең F1 көбейту 1-де 44 деп жазамыз. Енді оның центрге дененің жердің центрінен арақашықтығын тап дейді. Бүйте саламыз ғой, F2 бөлінген F1. Сіздерге лайыққа осылай жаттап алсаңдар болады. Сол кезде F2 дегеніміз G m1 бөлінген m2 бөлінген r2-ның квадраты болса, G m1 m2 бөлінген r1-дің квадраты.
мына қысқарып кетсе, сол кезде форма f2 бөлінген f1 тең r1 квадрат бөлінген r2 квадрат. Осындай форма келіп шығады. Енді біз осы жерде мәндерді орнына қоямыз. f2 дегенім менде 1-де 44 f1-ге тең, астында f1. Бұл жерде r1 квадрат бөлінген r2 квадрат. F-тер қысқаратын болса, мына квадраттан құтылған кезде 1-де 2, 44-ті 1-де 44-ті бір астан шығарып жүреміз, 1-де 2 болады тең r1 бөлінген r2. Демек, осы жерден біз r2-ні табатын болсақ, r1 бөлінген 1-де 2. Енді ол не деген сөз? Мына бетте қараңыздар, 1-де 2 деген бөліп қарастырайық. 1-де 2 дегенді ашып қарастырамыз. Дәл осыны біз былай жасақ та болады да сонда. Мына жерде бөлшекпен жазып көрсеткен ғой бізде. Бөлшекпен жазып көрсеткен кезде мына нәрсені біз былай қарастырып кетсек болады. 6 бөлінген 5 r1 немесе 5 r1 бөлінген 6 десек те болады. Өйткені 6-ны 5-ке бөлсек, ол 1-де 2 тең да. Получается, ол бізде 5r. Енді r арақашықтық r деп кеткен да. Нәтижесінде 5r бөлінген 6. Ол с болады деген сөз. Так, біз нешінші сұрақ келдік? 23-ке келдік. 25-ке дейін бір видео, 25-тен кейін бір видео жасаймыз. 25 сұраққа дейін бір видео. Так, келесі массасы 5 кг денені көлбеу жазықтық бойымен төмен қарай дейді. Төмен қарай тартып жатыр. Мына денен F күшпен. Осы кездегі оның үйкеліс коэффициенті осындай. Демек, оның қозғалыс үдеуі қандай дейді. Дененің үдеуін табу керек. Үдеу қандай болады дейді. Енді мына жерде төмен қарай жасайтын mg синус альфа бар. Артқа қарай қарсы әрекет жасайтын mu mg косинус альфа бар. И мына тарту күшіміз бар. Получается, бізде f тең mu mg косинус альфа азайту mg синус альфа және қосу ma деген форма қолданамыз. Мына бізде f дегеніміз получается бізде 80 тең болады mu дегеніміз бізде 0,6. 0,6 көбейтеміз масса 5 көбейту 10. Косинус тубрас 3/2 дегенді 0,86 деп алсақ болады. Азайтамыз масса 5 көбейту 10 көбейту 0,5. Жақшан жабамыз. Масса бізде 5 көбейту үдеу белгісіз. Осы жерден үдеу тапқан кезде калькуляторды салып жіберейік. Бірден бізден бұны ашып талдап қойдық та. Бұл жерде не істеу керек? Жай ғана орнына қойып шығамыз. Енді мына жерден үдеуді таба саламыз. Ол кезде олар көбейтіп, азайтамыз да, мына бетке тең мына бетке лақтырып жібереміз. Ол жерде үдеуді тапқан кезде сонда 80 азайту 0,6 көбейту 10 көбейту 5, я 30 болады екен. И оны көбейтеміз 0,86-ға, өйткені косинус 25-те 8, 25-те 8, я? 25-те 8, мына 15, 25-те 8. Так, азайтамыз 25-те 8. Сол кезде бұл жақтан 0,8 кеп шығады екен. 0,8 80-нен азайтамыз 0,8-ді. И оны бөлеміз 5-ке. 15-те 84 деген бар ма? Я. Сонда мына жерде үдеуіміз 15-те 84 метр бөлінген секунд квадрат. Ол да болады деген сөз. Мына форманы жазып алайық. Бұл енді бұл формулалар біздің формула жинақтарымызды анық талдап көрсеткенбіз. Мүмкіндіктеріңіз келсе алуға кеңес береміз. Келесі өткізгіштің белсенді бөлігіні 5 см, ұзындығы 5 см және әсер ететін ток күші 10 ампер. Күш берілген бізге, бұл it's easy деп айтамыз ғой, дейміз. It's easy. Бұл енді түсінікті. F тең Bill. Bill синус альфа деп айтамыз. Яғни осы жерден баны табатын болсақ, F бөлінген IL. F бізде 50 көбейту 10-ның минус 3 бөлеміз. I дегеніміз 10-ға тең. L дегеніміз 5 см. 5 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. 5 пен 5, мына жақта 10 мен 10 кетеді. Минус 2 мен 3 кетеді. Сонда 0,1 Тесла қалды. Сонда, ол А болады деген сөз.
Так, келесі. Енді мына бір есеп. Бұл жерде не дейді? Импульс берілген. Жарық сәулесінің шығару жұмысы осындай болса, литий элементінің бетіне түскен электрондардың алатын максимал жылдамдығы. Қараңыз, мынау бізде импульс П. Мынау шығу жұмысы А, шығу жұмысы. Енді бізге айтады, В неге тең болады дейді. Бұл үшін біз не істейміз? Әрине, бұл жерде бірінші болып импульс арқылы энергияны тауып аламыз. Мындай формула бар бізде. Так, біз П көбейту S деп энергия тауып алсақ болады. Сонда 4 көбейту 10-ның минус 27 дәрежесі көбейту 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі деп алсақ, 12 көбейту 10-ның дәрежемен қысқарып кетеді, минус 19 дәрежесі қалады, джоуль. Енді энергия тең атқарылған шығу жұмыс қосу Е кинетикалық энергия болса, осы жерде біз Е тең А қосу М В квадрат бөлу 2 деп кетсек болады. Осы жерден жылдамдық табатын болсақ, сол кезде Е азайту атқарылған шығу жұмысы бөлеміз. Так, мынау жақшаның лабиту деп еді, сол кезде жақшаның сыртында көбейту 2 деген бар, астында бөлу масса деген бар, және түбір астында болады. Осы формуланы саламыз, түбір астында. Так, мынау енді бізде мынаны неге айналдырамыз? Джоульға айналдырамыз. Сол кезде қараңыздар. 12 көбейту 10-ның минус или былай істейік. Мынаны электрон вольтқа айналдырып жіберейік, иә? Солай істейік. Оңай болады ма? Қалай болады? Так, қарайық. Дәл осы жерде 12-ні бөлеміз 1-де 6-ға 7-де 5 болады екен. 7-де 5 демек, мынаны біз 7-де 5 электрон вольт деп алсақшы. Или мынаны айналдырайық. 2-де 8-ді 8-ді көбейтеміз 1-де 6-ға. Өйткені жоғарғы айналдырамыз. Мынаны бүйтейік. 4-де 48 дәрежемен немен кете берейік? ХБЖ-мен. Оның минус 19 дәрежесі. Демек, 12 азайту 4-де 48. И оның көбейтеміз 2-ге. И потом бөлеміз масса 9-да 1-ге. 9-да 1. 1-де 65 болады екен. 1-де 65. Мына жерде бит жазайық. 1-де 65 көбейту 10-ның дәрежесін жазамыз. Жоғарыда минус 19, астында массаныңкі 31. Демек, 31. 19-ны алып тастаймыз. 12-12-ден алып шығады. Сонда мынау 12 дәреже болады екен. Бұны түбір астынан шығарамыз. 1-де 65-ті түбір асты 1-де 65. 1-де 28. 1-де 28 көбейту 10-ның 6 дәрежесі метр бөлігіне секунд деген бар ма? Іздеп көрейік. Яғни В жауабы деген бар екен. Басқа жоқ. Жоқтауға келмейді екен. Демек, осы жауапты белгілеп қоямыз. Так, кеттік. 25-ті аяқтадық. 26-ны айтып кете салайық. Қалыпты атмосфералық қысымда мұзды еруі және судың қайнау температурасы. Енді қалыпты атмосфералық қысымда мұздың еруі бұл 0 градусты ериді. Неше градусты қайнайды? 100 градусты қайнайды. Демек, 0 градус дегеніміз 273, 100 градус деген 373 кельвинге тең болады. Яғни В болады деген сөз. Так, келесі 1 килограмм заттың температурасын 1 градусқа арттыру үшін қажетті болатын жылу мөлшерін сипаттайтын физикалық шама. Бұл бізде меншікті жылу сыйымдылық. Меншікті жылу сыйымдылық болады. Өйткені 1 килограмм денені ол не істеп жатыр? Жылытып жатыр екен. Бұл енді теория чисто. Так, 28-ші есепке келдік па? Тұтас металл шарлар суретте көрсетілген мозаиканың ішіне салынған шар жасалған металлдың тығыздығын тап дейді. Енді мына жерде бағана шығардық қой, естеріңізде біз тура осы жерді шығардық. Бұл кезде тығыздықты табу үшін М бөлінген көлем дедік. Масса мына бетте өзгерісін алып жібере саламыз. 300 азайтамыз. 537. Так, оны бөлеміз. Нешеге? 30-ға өзгерді. Мына жер 40 еді, мына жер 70. Демек 30-ға бөлеміз. 30-ға бөлеміз. Сол кезде 7-де 9 грамм бөлінген сантиметр куб. Бұл 7900 килограмм бөлінген метр кубқа тең болады деген сөз. Получается А болады.
өйткені мына өзгерістерін алып таба саламыз да. Так, енді осы жерден тоқтаймыз да қазір екінші сабақта жалғастырамыз, иә.